Азия ойындарының 15-ші күнде Қазақстан спортшылары жүлде қорын молайтты. Бүгін жерлестеріміз каратэ-додан да 2 алтын, 1 күміс жүлдені ұтып алды. Сондай-ақ боксшылар 6 алтын, 1 күміс, 1 қолаға қол жеткізіп, Азия ойындары рекордына түзету енгізді. Сонда гимназиумға тиесілі Аятайзақ бүгін халық толы. Себебі Азияда ойындарының бокс финалы өтуде. Қазақстанның 7 жігіті финалға жолдама алған білесіздер. Біржан Жақыпов күміс медаль иеленсе, Ильяс Сүлейменов Азияда чемпион атанды. Бұрын кешенісінің келісісі бокс саналатын. Осы күн қазір архаизмге айналып барады. Айналдырғандардың кім екенін тап басып айту қиын. Бірақ Бұлғар Қолғаптың беделі бұрынғыдай емес. Ол өзгені шаруасы шығар. Біздің жұмыс медаль теру. Медаль болғанда да алтын медаль. Біржан Жақып бас жүлдені кәрішінге қиғаннан кейін Ильяс Сүлейменов өзбек Шахобидин Зойыровтың зәресін алды. Құтын қашырып, алтын медаль өзіне тиесілі екендігін дәлелдеді. 5 кездесу өткіздім. Бәрі де мықты қарсыластар кездесті. Тырыстық, бапкерлерді тыңдап. Данияр Елеусіновтің де деңгейі белгілі ғой. Өзбекстаннан келген Исраил Мадримовтың осал тұсын тапты. Енді дәрежелер өте жоғары. Жақсы дайын келетін болған бәрінде білдік қой. Енді басқа қарсыластар болған жоқ, маған дайындалады. Оңай болған жоқ. Жәнібек Әлімханұлы әлем чемпионы. Азия құрлығында кемшін соқса жараса ма? Иорданиялық Одаи Риад Адель Аль-Хиндауиді 3 раунд бой сабады. Қарсыласын әбден зерттеген секілді. Кешегі жекпе-жегін көріп, қарсыласқа психологиялық тұрғыда дайындалып шыққанымыз осы болды. Әділбек Ниязымбетов кәріс Ким Хуэнкумен жұдырықтасты. Екеуі де топ жарудан үміттеді. Алтын медаль біздің Әділбектің ұлысында кетті. Ниязымбетов әсіресе 3-ші раундта жақсы жұдырықтасты. Антон Пинчук пен Иран Али Назехри арасында кездесуде қарқынды дамыды. Иван Дычко мен Жасем Делавари арасындағы жекпе-жек жұрт есінде қалатын шығар. Амангелді Сейітханов, Ерсін Мұхамбеталин, Инчхоннан.